жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасай бұрқыраған ауылым. Биік-биік шың қозға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған ауылым. Әнмен таңды аттырып, ән салдырған ауылым, сары қамыс сапырып, тамсандырған ауылым. Әнмен таңды аттырып, ән салдырған ауылым, сары қамыс сапырып, тамсандырған ауылым. Көрмесем құмартып, жүрек қозған ауылым, көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым, алыс сапар келде сағындырған ауылым, көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым. Ya Allah. Al endi baldarım mınau berip atkan hayır sadaka, okutup atkan Kur'anlarыңды bir Allah'ım kabul etsin. Mınau bıyıl жаңағы арнамыз суға толы болсын. Еліміз нұғыз болсын. Егініміз бітіп болсын. Ел жұрт халық ағайын туыс аман болсын. Ойлаған ой тілек арман орындалатын жақсы жыл болсын, тиіс жыл болсын. Мынау беріп атқан қайыр садақамызды бір Аллам қабыл етсін. Мынау аруақтардың жатқан жері жайлы, топырағы топырақ, иманы жолдас болып бізге кеулес болып жатыр бұл кісілер. Аман болайық, тиіс болайық, жақсы күндерде, жақсы жылдарда осындай арнамыз аруақта суға толы болсын. Су деген өмір, су деген байлық. Осы берген батамды Аллам қабыл етсін. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبكل ألمدردن ربысы кемшілік атауында пәк Алла Тағала біздерден жасаған әрбір ізгі амалдарымызбен ғибадат құлшылықтарымызды оқыған Құранымызды шалғытып жатқан құрбандығымызды Алла өзің қабыл еткейсін я Раббым Алла Тағала осы оқылған қасиетті Құран аяттардан болған сауапты беріп жатқан хайыр садақадан шалып жатқан құрбандықтан болған сауапты ла илаха иллалла Мұхаммад Расулулла деп өмірде өткен барша момын мұсылмандардың рухіне ауылымыздан өткен барша момын ата бабаларымыздың рухіне осы іске атсалысып жатқан барша бауырларымыздың отбасыларынан өткен әруақтардың рухіне өмірге келуімізге себепкер болған марқұм ата аналарымыздың рухіне өткен жыл мен осы жылдың арасында ауылымыздан бақилыққа өткен барша мұсылман бауырларымыздың рухіне хадия етіп бағыштадық я Раббым Алла Тағала марқұмдардың жатқан жерлерін жайлы қыла көр жайларын жәннаттан жақсылардың қатарынан қыла көр мына пәни дүниядағы пендешілікпен біліп білмей жасаған күнә кемшіліктерін кешіре көр я Раббым Алла Тағала барша ағайын туыс ел жұртымыздың амандығын бере көр үлкендерімізге қуат бер я Алла ол ауылымыздан өрбіген барша бауырларымыздың Алла кәсіптеріне береке бер отбасыларына амандық бер я Алла бір өзіңе ешбір серік қоспай ғибадатта құлшылықта болатын салиқалы ұрпақ бер Алла біздерге жасаған әрбір ісімізге береке бер Алла Тағала көктемгі жасап жатқан диқан бауырларымыздың кәсіптеріне береке бер елімізді сулы да нулы да қылып Алла біздерден бір өзің разы болып елімізге мол нығметтер бергейсің Аллахумма раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин амин Allah kabul etsin. Yok niyetiniz kabul etsin. Ya Allah kabul etsin. Dükkanın hayır olsun. Ya aslında oturalım. Ya қазір үйдің тұрсықта ажалсыз. Әрбір атқан таңдарға шүкір орындалған арманға шүкір жанымызға жылу сыйлаған жақсы жайсаң жандарға шүкір жақсы жайсаң жандарға шүкір 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 тағы да шүкір үйіп берген бағыңа шүкір күпірліктен сақта жаратқан қолымдағы барыма шүкір
отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауырым. Туып өстім сенде есейдім, алаулатып жастық жалыны. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әйгілі Алатауымнан. Гүлімдей жайнап, асырса ойнап, еркелеп өскен ауылым. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімді менің көктейсің. Бір жалын бар бойда сен жаққан, жүрегімде мәңгі өшпейтін. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әйгілі Алатауымнан. Гүлімдей жайнап, асырса ойнап, еркелеп өскен ауылым. Өзен, көлің, тауың, орманың, Бәрі де менің арманым. айналайын туған ауылым. Осы әнімді саған арнадым. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әйгілі Алатауымнан. Гүлімдей жайнап, асырса ойнап, еркелеп өскен ауылым. Меккеге барсам сұрадым Алла, Кабада тұрсам жыладым Алла. Тәуелсіз менің елімнің жаққан, сөндіре көрме шырағын Алла. Маңнан жедік, суыңнан іштік, отаным сенен көрмедім ыстық. Ұрпаққа сені жеткізу үшін Алланың әділ жолына түсті. Алла, Алла, Алла. Шүкір, шүкір Аллаға шүкір, шүкір, шүкір Аллаға шүкір. Көкте сұңқар, жерде тұлпар, қарасам біздей бақытты кім бар? Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, вәлилләхил хамд. Отаным деген пайғамбар сөзі, Аллаға қолын жайғандар сөзі. Харамға қарны тойғандар емес, иманға жүрек тойғандар сөзі. Бабалар еккен балуыз бақта, бере көр өмір бақытты шақта. Ел жұртым аман, бауырым бүтін, я Алла бізді тіл көзден сақта. Алла, Алла, Алла. Шүкір, шүкір Аллаға шүкір, шүкір, шүкір Аллаға шүкір. Көкте сұңқар, жерде тұлпар, қарасам біздей бақытты кім бар? Аллаху әкбар, Алла.
كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله. Ya Allah, elimizde bedel Ramazan halk katesi sözden tindisi hatırlardan saklagaysın. Ya Allah, bizim elimizde bereke vergeysin. Kasımızga bereke vergeysin. Dostlarımızga bereke vergeysin. Bizim ufaklarımızga bereke vergeysin. Ya Rabbim Allah, özüne jaygan kollarımızды boş qaytara görme. Ya Allah, sagan gana kuşluk etip senen gana жерден турайбыз, bizde бүтүн өзүңдөн башкага муктаждык көрме. Ya Allah, sen аса камкорсуң, эрекче мээримдисиң. Бүкүл әлемди жоктон бар этүүчүсүң. Ya Allah, барлығына күш қуатын толық жетушісің, бүкіл мүліктің иесісің, бүкіл патшалықтың патшасысың. Я Раббым Алла, біздерді мейірім шарапатыңа бөлеп рахымыңмен жарылқа, екі дүниеде жүзімізді жарық қылғайсың. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Şerifcan aytardı. Erten balдар Dimasqa çıkardı жазда. Ol balдар жаңағы 5-ші, 4-ші класқа барғаны неге шәкірт тәрбиелесем деген арманмен сол балдарды берсеңіздер, ертең қолым босаған кезде балдарды мешітке 1-2 сағат оқытсам дейді. Өз білгенімді берсем дейді. Соған ойларында болсын, ұл бала, әзір енді қыз бала қосыла қоймайды. Соған талап қылыңдар, беріңдер, балдарды беріңдер. Өзіміз қатайып кеттік деп, балдар тәрбиелейік те. Көке, бәтебек. Elhamdülillah ber. Alemin tırıştığın ber. Yeldin amandığın ber. Kol cayıp atman ağaçların otmasına amandık, sağlık, baylık var. Ya bir atkan tasattığımız yaşlar, ufaklarımızın niyetleri kabul olsun. Muratlar asıl olsun. Yeldin niyet desek yayıp sağ olsun. Ağayınlar geldi, Kastarkan'ın kasta varamız yolda. Yer azamatlar var, sol yakı karayın. Hatta umalik var. Video mu? Suret var. Video. Suret. Direkt suret. Baştan bak. Kastırmayın mı? Nasıl bir şey yaşarsın? Drone kayda, drone milyonsa işim. Tövbeden bak. Haydi, devam. Olmaya kaçak istiyorum. Nurdavlet. Su akip bir. Деген бар, жақсылық көрсем, жаманшылық көрсем өзің дегенмен бір Алланың көп нәрсеге септігі бір Алланың қолында деп жатамыз ғой. Сондықтан бүгін мына біздің елде 1970 жылдан 2000 жылдар арасында туылған жігіттер осы елге бір басма көтеріп, Алладан жәрдем сұрайық, Алладан нәубет сұрайық, еліміздің амандығын тілейік, халықтың жақсылығын тілейік, берекелерден, ішкі даудан, сыртқы жаудан аман болуын тілейік деп, мына жас жігіттер деп айтсам кемдірмес, бірақ жасы бар жастарымызға осындай бір бастама көтеріп жатыр екен, Алла сәтті салсын деп тілейік. Енді атан түйе қартайса жүк қайда қартады деген
үлкен тірлікті қолдайық, ақсақалдар батасын берейік, амандығын балдардың тілейіктеп, әуелі Құран бағыштап алайық. Содан кейін білгеніміз, тегімізді айтайық, білгеніміз сөзіге қосылып отырып, осы бір тірлікті ауызбіршілікпен атқарып жіберейік. Көрші ауылдардың аман келді. Махамбетов ауылы туғалы күнде қонақтар шақырылған, олар әлі келе жатар, орындарын дайындап қойып отырмыз. Сөзді ауылдың имамы Сержанға білейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға сансыз мақтаулар мен шүкірлер болсын. Адамзаттың ардақтысы асыл пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафаға, оның соңынан ізгілікте ілесушілерге Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Я Раббым Алла, біздерден оқылған Құранды қабыл ете көр. Оқылған қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты, дастарханның дәмінен беріліп жатқан хайыр садақалардан хасыл болған сауапты, Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла деп өмірден өткен момын мұсылмандардың рухіне, ауылымыздан бақилыққа өткен барша мұсылман ата-бабаларымыздың рухіне, өмірге келуімізге себепкер болған марқұм ата-аналарымыздың рухіне, осы іске ұйытқы болған барша бауырларымыздың отбасыларынан құрап өмірген аруақтардың рухіне, ауылымыздан өткен жыл мен осы жылдың арасында бақилыққа өткен барша бауырларымыздың рухіне хадият етіп, я Раббы, марқұмдардың жәннаттан қыла гөр. Я Алла, біздерге не тілесе тілегімізді бергейсің, елімізді бәле жаладан, қауіп қатерден сақтағайсың. Я Алла, қандай да бір іске қол созса өзің жәрдем бергейсің. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Амин. Алғы сөзді бүгінгі халқымыздың орталығында асқар жинаған халық ас қайын болсын. Ортадан айтып жатыр, 70-ші жылдан 2000 жылға дейінгі ауылдың азаматтары, біздің ұрпақтарымыз, балдарымыз, қыздарымыз.
осындай ниет қылып құрғақшылықтан, апаттан, ауру дерттен сақтасын Алла деп өткізген екен, ниеттері қабыл болсын. Жауап қылып жатырмыз, Рамазан жылдық сол өмірімізде қабыл етсін, өмірімізде тыныштық болсын, осындай ауызбіршілікте болсын. Ниет етсек тілегіміз қабыл болсын. Игенге бір қол тұрып. Не başlasın? Жүгін аға. Біреу сөйлесін десе, тұрса? Ағайындар, қалаптар болсын, қабыл болсын бәрі. Сіздердің дендеріңізге сауық бересін, үйлеріңізге амандық бересін, ақыс берсіңдер, аман болыңыздар. Екінші, рахмет. Екінші сөйлді. Табырағам қайда? Сиділді ақмет. Мына жаңа баят. Қабыл болсын. Барлықтарының отбасылары аман болсын, дені сау болсын. Ұйымдастырып беріп жатқан ағайындарға көп рахмет. Ниеттерің қабыл болсын. Құрметті ағайын, бір жақсы сөз аузыма түсіп тұр. Біз осы елде тудық қой барлығымыз. Әкеден, шешеден тудық. Ағайындар айтып жатыр, нөлден көген, бірігін жастар жасап жатыр. Әкеден ұл туса игі, әке жолын қуса игі деген бар. Үлкендердің жолын қуып, көргенін жасап, жігіттер тәлім жасап жатыр, барлығы қабыл болсын. Ниет түзу болса ең зор, ниетіміз қабыл болсын. Ел ағасыз болмайды, тоғын жағасыз болмайды дейді. Жаста болса игі бас болып жүрген Мақсат бауырымыз келіп отыр, шаруашылық төрағасы. Ел ағасы Дәулет бауырымыз отыр. Тау жеңіздеріңізді иге бекемдер. Елдің ауыл бірлігіне осы жастарымыз 30 жыл ұйымдастырып үлкен масаттықтары бар. Алла қабыл етсін. Жігіттерге, осындай келіндерге үлкен рахмет айтамыз. Балдар өте жақсы ұйымдастырды. Өте ауызбіршілікпен осының бәрін ұйымдастырды. Күнінің қанша қызмет жасады. Осының барлығы Алла отбасыларға жақсылық болуына, қуаныш болуына қабыл етсін. Алла енді аурушылықтардан, төтенше жағдайлардан сақтасын. Елдің ауызбірлігін, тыныштығын сақтасын. Осы еліміз тек қана жақсылыққа, қуанышқа басы қосылсын. Елдің осындай керемет болуына атсалысып жатқан үлкен басшыларымызға, облыс басшысы, аудан басшысы, ауыл әкімдері, шаруашылық басшыларына үлкен рахмет айтамыз. Осындай үлкен осы қаладай болып жақсы болғанына біз бір ауыздан қуанамыз, ел болып рахмет айтамыз. Келешекте үлкен жақсылықта тойда басымыз қоссын. Осындай ұйымшылықпен жігіттер ауызбірлігін беріп жүре беруіне біз тілектеспіз. Құтты болсын, бәрі қабыл болсын. Енді компанияның басшысы кешіктеп жатыр. Осы болады.
кешіккен жоқпыз, сіздер ерте бастыңыз. Ерте болса қойдық құтты болсын, қабыл болсын, жасалып жатқан өте керемет құрылыс. Біздер көрші ауылда Түркия еліне барып, қазір жұмысымыз бастап жатырмыз. Сонда да сағатта шығып үлгеріп келіп жатырмын. Бәрі оңынан болсын. Жігіттерге рахмет. Мына керемет қала елде жоқ, қала мынандай қаланы көрмепті қанша жерде жүргенде. Бәрі оңынан болсын, аппақ беріп болсын, отаудың астында осылай ағайындарға ас беріп, ақтап жатқан жайып, ас беріп жатқандарына қабыл болсын, дәрежеде жоламасын, Алла берерін тоқтатпасын. Әрқашанда осы отбасыларымызда тек жақсы күндерде осындай жақсы жиындар болсын. Бір-бірімізге деген жақсы тілектер айтайық. Болатын бола бір-бірін батыр дейік, жақсы сөйлеп, жақсы ойлап жүрсек, Алла бәрін береді. Қабыл болсын, заман болсын, бірінші май мерекелеріңіз құтты болсын, мерекеден мерекеге аман есен жете берейік. Қаласа шет жағасын естіп отқан шығарсыздар. 5 июньге деп қойған президенті қазір 29-ына бермен қайшылшылықта 29 майға Алла берсе, бәрі дұрыстап тұрса, еліміздің президенті, мемлекетіміздің сұлбат күніміздің ауылымызды таза ұстап, бірімізді жақшыларымызды айтып осы елдегі қонақтар қалай жақсылар. Үлкен рахмет қандай айтам, қасымыз көп болсын. Olsun. Betul zaman yerimiz dış olsun. Berip atқан tasarrufumuz қабыл болсын. Ауылымыз аман, еліміз тыныш. Тек осындай жақсы күндерде кездесе берейік. Рахмет, бәрекелді. Жақсы сөз, жарым іс дейді ғой. Енді ауыл ақсақалдар аман болса, анадан алтыда туады, батырда туады дейді. Арғы келесі болатында біздің елдің аналары отыр. Аналардың бір лебізін тыңдап, аналардың бір батасын алайық. Өге дұрыс па? Bura, burada. Жақта да ба, жақта. Апам. Қарат қой ана, басам, сөйлеген адамға қарат қой. Ауылымыздағы жан шуақты әжелер ансамблінің жетекшісі, ауылдың әжесі, ауылы сайтте бүкіл баланы бітір тәрбиелеген. Апайымыз отыр болады жамай. Бізді тәрбиелеген сайтте. Burada бір. Берекелі Бесарық ауылының тұрғындары, Алладан адамзат баласы келгендігін ешкілейді, артында өмірін жалғастырсын, сол ұрпағын еліне халқына қызмет істесін деген ниетпенен Алладан тілектейді. Аллаға мың қара шүкіршілік. Ол 70-71-72-ден бастап 2000-ға дейінгі балаларымыздың бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен сол шығарып, мынандай бір имани сауатты ас беріп жатыр. Дүния тұрғанша тұрыңдар. Алладан қандай жақсы тілек тілесеңдер, Алла тілектеріңіз берсін. Ал бәле жәледен, қауіп қатерден, жазымнан, сыртқы жаудан, сөзден аман қылсын халқымызды. Мынау елімізді көбейтіп жатқан
компаниясының шаруашылығына тірлігіне Алла береке берсін, кәсіптеріне істеп жатқан тірлігі оңынан болсын. Құдайларың сағын, мұраттарың асыл болсын. Алладан тілеген Алла тілектеріңді Алла қабыл етсін. Ас қабыл болсын. Ораза байрамы ауылмен айтқаныңыз келсін. Ұзан Күләбай, Мұна Күләбай, бүгін сіздермен жаңа айтып өттім ғой, анадан алыққа туады, бақытқа туады. Бұл талғын ең ақсыз. Бұл талғын аналардан. Жақсы. Жаңа айттым ғой, әкеден көптігі игі, әке жолын қуса игі деп. Мінекей біз осы әкелерімізден көрген тірлік жасап, Оразбай айтқандай 70-ші жылдан бастап 2000-ші жылға дейінгі ауылдың азаматтары бірліктің арқасында осы әдемі өтіп жатыр. Бір жағадан бас бір жеңінен қол шығарып үлкен тірлік жасалып жатыр. Тірлік қабыл болсын ағайын. Аналарымыз жаңа батасын берді. Енді келесі бір жақсы сөзді астың ортасында отырғанда ауылдың имамы Сержан інімізге микрофонды берсем. Сержан. Құрметті бауырлар, құрметті ағалар, Алла тағала баршаларымыздың дұға тілектерімізді, ниеттерімізді қабыл етсін. Алла елімізді бәле жаладан, қауіп қатерден сақтасын. Бұл тасаттық деген жалпы Алладан күнәларымыздың кешірілуін және елімізде берекенің болуын тілеп, жамағат болып, бүкіл ел болып дұға тілеу. Әрбіріміз өзіміздің отымыздың басында Құдай ас беріп жатырмыз, садақа беріп жатырмыз. Бірақ бұл тасаттық деген ел болып дұға жасау. Алла тағала жалғыздан гөрі жамағат болып жасалған дұғаның қабыл болу шарты, қабыл болу ықтималдылығы жоғары. Алла тағаланың құзырында. Өйткені намаздың өзінде жеке оқыған намаздан гөрі жамағатпен оқыған намаз 27 есе хайырлы дейді. Бір адам намаз оқығаннан жамағат болып 27 есе хайырлы дейді. Және жамағат болып оқылған намазда дейді, егер имам қателессе, Алла тағала артынан ұйып тұрған жамағаттың құрметі үшін имамның қателігін кешіреді дейді. Ал егер жамағат қателессе, жамағат болып ұйып тұрған себепті, имамға ұйып тұрған себепті жамағаттың қателігін кешіреді. Және бүкіл имам да жамағат та қателессе, олардың сол жамағат болып намазға тұрғандығы үшін Алла олардың қателігін кешіреді. Бұл жамағат болып дұға қылудың жалпы Алланың құзырында мәртебесі өте жоғары. Осы тіршілікке ұйытқы болып бастама көтеріп жатқан ауылымыздың жігіттерінен Алла разы болсын. Кәсіптеріне Алла береке берсін. Отбасыларына амандық беріп, Алла біздің елімізді, тәуелсіздігімізді тұғырлы қылсын. Елімізді сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтап, Алла қандай да бір іске қол сусық жеңілдігін беріп, Алла елімізге иманды, ибалы ұрпақ нәсіп етсін. Алла алдымызда жүрген ақсақалды қарттарымызға, ақ жаулықты аналарымызға Алла қуат берсін. Қарты бардың қазынасы бар, қазыналарымыз аман болсын. Осы үлкен кісілерден алған үлгіні, тәрбиені ауылдың азаматтары аманаттарын атқарып жатыр. Енді осыны кейінгі буын кішілерге осы үлгіні көрсетіп, аманаттап кету ауыл азаматтарының мойнындағы шаруа.
бүгін соның үдесінен шығып жатыр. Алла ол кісілерден разы болсын. Алла жақсы күндерде жолығуды нәсіп етіп, егін салып жатқан диқан бауырларымыздың кәсібіне береке беріп, Алла диқанына береке берсін. Амин. Игі істер батыр. Сіздерге көп рахмет. Қабыл болсын, Алла разы болсын. Тасаттық өзі елді қауіп қаретен сақтадып, жаңбыр болған жағдайдасында Алладан тілектеп жасайды ғой, сіздердің тілектеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Ниеттеріңізді айтып, тілектеріңізді айтамын десеңіздер, микрофонды береміз. Алып сөйле, менің күшім ететін. Ниеттеріңіз әрі сау болсын. Қажеттер азаматтар, ағат, айында достарыңыз аманшылық, дендеріңіз сау, тілектерін берекесін берсін. Күзіге. Байларыңыз қабыл болсын. Саусылығын бәрімізде аманшылық болсын. Айтқан сөздер бәрі қабыл болсын. Айтып жатыр, 2000 мен 70 жылдың арасында деп. Мұны бәрі қолдаймыз. Жақсы шара өтіп жатыр. Осы артында ерген күндеріңіз бір жеңген отандастар шара болып жатыр. Ниеттер қабыл болсын. Алға қойған мақсаттарына жетіп, өткен берешектің жасалып жатқан шаралардың бәрі Алланың назарына салынсын. Мақсаттар осы кездесуге қабыл болсын. Eyvatkan olsun. Ülke-ülkelerden açmak ettiğini konuşalım. Kaçımızda bilgi versin, bilgimizi alabasa versin. Ülkelerden görüşmağır verdiğimiz doğrusu. Biz oturmuş, uçak basa. Uçak koyu. Bunda yeni ağası, yeni aksakalı. İlgili kayga. Mete çorayı orada. Ne heyom oldu? Қабыл болсын. Отқан азаматтарға жеңілсін дейміз. Ұйымдастырған жігіттерге рахмет. Ауыл әкіміне рахмет. Қабыл болсын. Amin aytdınız gezgende. İmam'a yazdık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا
شحيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما قد جاءنا نذير فكذبنا وقال الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لأصحاب السعير فيخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبكل әлемдердің Раббысы кемшілік атаулдан пәк Алла Тағала біздерден оқылған Құранды қабыл ете көр. Құранды уайымдарымызға сейілтуші, дерттерімізге шифа, жүрегімізге серік, жәннатына көшбасшы ете көр. Біздерден бұрын өмірден өткен барша иман келтірген діни бауырларымызға кешірім ете көр. Біздердің тірі жүргендерімізді исламның жолындағыда көр. Өмірден өткендерімізді иманымен қайтарғайсың. Я Раббым Алла, оқылған қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты, дастарханның дәмінен беріп жатқан қайыр садақалардан хасыл болған сауапты, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям шарифіне ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулулла деп өмірден өткен барша мұсылмандардың рухіне, ауылымыздан бақилыққа өткен барша мұсылман ата-бабаларымыздың рухіне, өмірге келуімізге себепкер болған марқұм ата-аналарымыздың рухіне, өткен жыл мен осы жылдың арасында бақилыққа өткен ауылдастарымыздың рухіне хадия етіп бағыштадық. Я Раббым Алла Тағала марқұмдардың жатқан жерлерін жайлы қыла көр, жайларын жәннаттан жақсылардың қатарынан қыла көр. Мына фәни дүниядағы пендешілікпен біліп білмей жасаған күнә кемшіліктерін кешіргейсің. Қабір азабынан, тозақ отынан сақтағайсың. Я жаратушы Раббым Алла Тағала ағайын туыс ел жұртымыздың амандығын бере көр. Елімізді бәле жаладан, қауіп қатерден, сыртқы жаудан, ішкі даудан, табиғи апаттардан, зілзаладан, топан судан, оттан, кесел індеттерден я Алла өзің сақтағайсың. Я Раббым Алла қасиетті қарттарымызға Алла қуат бергейсің. Я Алла ауылымыздан өсіп өнген барша отбасылардың, барша ағайын туыс бауырларымыздың отбасыларына амандық, береке, бірлік бергейсің. Беріп жатқан хайыр сан садақаларымызды қабыл еткейсің, мұратымызды асыл еткейсің. Я Алла біздерді өзіңнен басқаға мұқтаж қылмағайсың. Я Раббым Алла барлық мұқтаждарымызды бер, өзіңе жайған қолдарымызды бос қайтара көрме. Кәсіптерімізге береке бер. Я Алла ниет тілесек тілегімізді беріп, екі дүниеміздің бақытын, иман байлығын нәсіп қылғайсың. Аллахумма Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر. الله أكبر.
Asılcan. қарай кіріп ас ауқаттан істейіңіздер. Жақсы сөз жарым істейді мына елді жігіттері ағайындар бір жағадан бас бір жеріне қол шығарып бірге салып жатыр. Аллаға берден сұра дейді ғой. Қош келдіңіздер дейміз. Бірауыз елдеріңізді айтып ағайындар. Құрметті ауыл азаматтары, айтып отыр ғой, жер шағында келдіңдер. Жер шағында еңбек адамдары кәсібіне береке тілеп, еңбек адамдармен бірге достарымыз болып сәтсіз келген ас құлайы жігіттер бір тәрбиелік мәні болады. Бүгінгі ас құлайының мәні қасаттық деген Алладан қуаныштық күндері жауын сұрау егіннің оңдығын, малдың өнімінің оңдығын, елдің тыныштығын Алладан сұрау үшін ағайындардың баршаның бұлайын арқылы ас қосып баракелді жасау. Біз сондай ниетпен Аллах қасымызды қосып отыр. Бүкіл әлем жаратылмай тұрған кезде тек қана Алланың басы еш жаратылыс жоқ кезде Алла Тағала өзінің барекелін көрсетсін деп бисмилlah деген бір ағау сөз айтты.
Солақ екен қап-қаралық түлек әлем жап-жарық болып жаңа бисмилла деген сөз жарық болып жан-жаққа нұр болып шашылды. Сосын бұл нұрдың атын аллатып айтып, бұның атымен Мұхаммед деп қоямын деді. Мұхаммед. Неге Мұхаммед? Көп қазақта өшкен екен. Содан кейін бүкіл әлем осы Мұхаммедтің нұрын ішінде арасында. Алла Тағаланың бір сөзінде айтады, ей Мұхаммед, екі рет айтады, ей Мұхаммед, сен болмағанда бұл әлем жаратпас еді дейді. Міне біздің бәріміз осы мұсылман болып жаратылуымыз, Мұхаммедтің үмбеті болып жаратылуымыз бір бақытқа айтады. Егін ексекте, қол ексекте, бір алдында тұрғаннан бастап, ұйыққа кеткенде барлық амалдарымыз бисмилламен басталады. Жаңа қарсаңызда жаңа егін бастап жатқанда, артқа өстіне егіп жатқанда, кез келген амал жасап бисмилламен Алланың аты зұратымен жасап Алладан тілек тілеп бастап жүрміз. Алла тілектеріңізді қабыл етсін. Бұл үлкен бір жақсы қазақтың бір сөзі бар. Екі қазақ болсын деп жаңа ағайындар жаңа айдың басы. Қазақстан халқының бірлігі мен ынтымақ күнінің мерекесі. Ертең күніге есік қағып толды. Қазақстан соғысында біздің қызмет жасаған аруақтарымыз рухын риза етуге және келешек ұрпағымызға жақсы болашақ ниет қызметтің Алла қабыл етсін, кәсіпте береке берсін, егініміз мол болсын, малымыз көлді болсын, ағайын аман болсын, істеріңізге береке болсын. Ассаламу алейкум, құрметті Мұса алейхиссалам кезінде, қуаныштық болған кезінде халық жиналып, ауыл сыртына су жағған екен, жаңбыр жауын. Сонда Алла Тағаланың сыйлайтын Мұса алейхиссаламға Алла Тағала айтады. Араларында 40 жыл нәс деген іс бар. Қандықтан жауын болмайды деп. Сәл деген бір жауын жау керек дейді. Сонда олай болғанын дейді Мұса алейхиссалам. Бізде сұраған кезде бұл мүмкін емес дегеннен қызметінде жоқ. Тәубесіне келді, соның тәубесін қабыл етіп, мен жауынды жаудырдым деп. Сонда халық шынап қояды дейді. Халық біраз кейді екен, ортамызда қалай жүреді екен, сонда біз қалай оны білмейміз дейді. Сонда Алла Тағала айтады, 40 жыл біраз тегелерде өтілмеген енді оның тәубе келгенде білдірем ба деп. Сондықтан да біз тәубеге келіп, Алладан кешірім сұрап, осындай жауын шашынды, табиғаттың тозғақтарынан ғана болуын сұрайтын екен. Сондықтан да барлықтан қабыл болсын, егін мол болсын, Алла ауыл болсын. Берекелі бесарықтың атын шығарып жүрген каждан бүгін бастаған. Ал көбі. Егін бітіп болсын. Алла ниетімізге өсін дейміз ғой. Ниет тапсақта адам өз ниетін қабайды. Ниетіміз сол болсын. Алла жақсы көріп елдің бірлігі бір жағадан бір жеңнен қол шығарып 1972 жылдан бастап 2000 жылға халықтар жүкті бізді тірек жасап жатыр. Бәрекелді дейміз. Бағана да айттым. Әкеден туса игі, әке жолын туса игі деп. Бәріміз әкеден туды. Біз берекелі біз артын қалаңда өстік. Ауылдар атын шарбаны шықты. Қазан күні. Рауыл дейміз. ағайындар сабақтың сәлемдерді жастардың ұйымдастырған күнінде жақсы негіздер жасалып жатыр. Қабыл болсын, ниеттің бәрі жасалып. Аруақтар тербелсін. Айтып жатқан жақсы тілектер, ақыл кеңестер бәрі қабыл болып, періштелер құлағына жалсын. Аман болыңыздар. Келіп жатқан, сырттан келіп жатқан ағайындар, ауыл ағайындар рахмет. Осы іс-шараға келіп, қол жайып жатқандарыңызға. Қабыл болсын. Егіндеріңіз бітіп болсын. Аумин иншалла. Айтқандарыңыз келсін.
Желіхана ағайын ниеттерің қабыл болсын. Рахмет. Егілерің берік бол, мықты бол. Жақсы болсын бәрі. Олайларыңыз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Рахмет. Бәрекелді. Мен әрдайым айтып жүрмін ғой, айта да беремін, әлі де айтамын. Ең мықты биік ағаш бәйтерек болса, бәйтеректің мықтылығы бұтағының ұзындығы емес, қамырының тереңдігімен бағаланады екен. Адамның мықтылығы ұрпағымен, бірлігімен бағаланады екен. Мінекей біз әке көрген баламыз осы ауылда, әке көрген ұрпақпыз. Әкеден көргенімізді істеп жатырмыз. Ерекелі Бесарықтың жігіттері бәрекелді. Ешкіммен санасқан жоқ, айтылған тірліктің барлығы орындалды. Ешкімнің мойнына шешен киіп салған жоқпыз. Саналы түрде бірдей болып барлық тірлік істелінді. Рахмет дейміз. Ол енді орта буын жігіттерден бүгін бір лебіз айтсаңыздар. Ақыл Шынахан. Жігіттерден бір жақсы сөз айтыңыздар, лебіз айтыңыздар. Ниеттерің қабыл болсын. Даушастардың ниеттері өнім мол болсын. Елдердің тілеймін. Өте салатын байлар қалды. болсын, аспаннан ашық болсын, жүздермен көтеріп болсын. Өткен ағайын рахмет. Қабыл болсын. Күн болсын. Бәрекелді. Ауылдың ағайындары естісін. Осы істің басында жүрген 1970 туылған жігіттер бар. Муро бастаған, Тохан бар. Бәке. Ал басымызға адалдық берсін, басымызға амандық берсін. Қаншама игі жақсылық тілектер айтылып жатыр. Міне керемет. Енді бұл бәрін айта берудің ізі бола береді. Енді сәйтсе де ертеден келатқан із игі тілек қаншама елімізде үлкен азамат, әулие, жақсы азаматтар, азаматшылар өтіп жатыр ғой. Енді соған Алла осы артымызда қалған ұрпақтың қолдан келетін іс-шарасы деп ойлаймын. Осы ниетіміз қабыл болып әйтеуір мерекелеген қаншама еңбек жасап жатқан азаматшылардың еңбектері алалып қайтып, жолымызды ақ қылып өсетін ұрпаққа артымызда келе жатқан керемет із деп ойлаймыз. Осы ізге ниетіміз қабыл болсын, дуайымыз қабыл болсын. Барша жігіттерге рахмет, қыздарға рахмет, келіндерге рахмет. Мынау ауылымызда осындай бізге жол болсын, осындай қаншама тірліктерін ташитып жатқан жігіттерге бәрінің алғысым шексіз. Алладан қайтсын, қабыл болсын. Бар жақсылық күнде кездесейік. Бәрі құтты болсын. Өзіме рахмет. Өзі болатын елдің баласы бір-бірін батыр дейді ғой. Болмайтын елдің баласы бір-бірін кісі дейді. Қайрушы емес, кісі дейді. Ол мектеп үлкен армия ғой. Мектептің бел ортасында жүрген Самат бауырымыз. Осы шырылдап жүрген, болсын деп жүрген. Болсын дейді ғой, болмасын деген оңбасын дейді. Самат бауырымыз бір. Алланың жолымен үлкен іс болып жатыр. Барлық қайырлы болсын. Жақсы істің басына жақсы келе қасына дейді. Жақсы жұмылып, бес саусақ бірікпей илелікпейді дейді. Бес саусағымыз бірігіп, Бесарық деген елдің ішінің азаматтары осы үлкен іс-шараның басын біріктіріп, атсалысып, бір ауыздан сөзге тоқтап, бір ауыз сөзді құптап, үлкен осындай Алланың жолында үлкен іс жүргізіп жатырмыз. Барлығы бір Алла қабыл етсін. Отбасымыз аман болсын, деніміз сау болсын, әрбір тірлігіміз
бәрі қайыр берекесімен берсін. Алла дендеріңізге саулық берсін. Атсалысып жатқан жігіттерге, қыздарға, келіншектерге барлықтарына көп рахмет айтамыз. Мұрат ағайлар бастап, Айтбай ағай бар, Толқын ағайлар бастап, жігіттерден бастап, 2000 жылға дейінгі жігіттердің осы ұйымдастыруында болып жатқан дүние. Аз кемдігі болса, жақсылық жағынан түсініп, жақсылыққа жорып, тілеулес болып, жақсы бір-бірімізге ниеттес болып, осындай әрбір тірлікке атсалыса берейік. Оң болсын барлығы. Кешеде мал сойудың басынан 86 жігіттер ат сүйту бәрін атқарып салды, өздері әкеліп қазаға салатын бәріп беріп жатыр. Ол жігіттерге де көп рахмет, бала шағаларға рахмет болсын. Барлық жігіттер бөліп жаратын жоқ, атсалысып жатқан жігіттерге шын жүректен рахмет айтамыз. Әрбірісіміз оң болсын бәрі. Әрбірісінің басында жаңағы жігіттер жүреді ғой, белсеніп жүрген ешкім белсенгісі келмейді, бірақ әйтеуір айтып, құптап, айтқанды жасап жүреді. Асылжан деген жігіт бар, Айбол деген жігіт бар, осы жігіттерге көп рахмет. Басқасында жүріп, қаржыға еге болып, қаржыны игеріп, жұмсауда оңай емес. Асылжан деген ініміз бар, мынау. Айбол деген ініміз бар, осы кісілерге бір ауыз айтсын енді. Айбол, сен айта берсең. Мынау беріп жатқан асымыз қабыл болсын. Бәрі ауылдан жиналып, ауылдың игілігіне байланып, қолдан келгенше бас аяғында жүріп, неғылып жатыр, ауыл ақсақалдарына, ауыл жастарына барлықтарыңызға рахмет. Мынау жылда қайталанатын үрдіс болып қалыптассын деп өзім ойым. Құдай қаласа, үлкендер бастаса, кішкентайлар әрқашан қолдап қастарында жүреміз. Сіздерге рахмет, қабыл болсын. Атсалысып жүріп отқан ағайлар бар, апайлар бар. Неше күннен бері мешітте жинақта жиналып жүріп отқан ағаларға, жеңгелерге де рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Біздің ауылдың бас мұғалімдері Кеватқан қауым қабыл болсын. Бала бірі оқылған намаз айтып отқан тілектер бәрі қабыл болсын. Енді жылдарыңызға осы үрдіс көп, өткізіңіз түгел, аман есен, асасы өткізе берейік. Оқылған болсын, бәрі қабыл болсын. Жаппарен қасымызға бақ берсін, жебесілен ақ берсін. Қырда жүрген қыдырға ырзық несібесімен, берекесімен, жауын шашынмен, ол бесақ деген елге алып берсін. Еліміздің шеті тыныш болсын, бейбіт аман болсын, Алла кәсіпкерлерге ниет амалдарымыз қабыл болсын. Альхамдулилlah. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك الكريم شجاعك هذا بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رحمن الرحيم ربنا Осы конференциялардан болған соқты ақырдың пайғамбар адамдардың асылқан Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ақылбайдың сахабаларының 24 мың пайғамбар әулие әмбие ишан ақылын салих құлдарына осы қолдай отқан ағайын жатқан құран деметкен күл мұсылмандар атап туған туыстастарын ағайын жақын осы елдің егемендігі үшін жанын пида еткен алаш арыстары мен кешегі зұлмат соғыстарда шахид болған жауынгерлерімізді одан кейінгі елдің еңсесін көтеруге үлес қосқан барлық ата-баба ағайын жатымыздан күл мұсылмандар авторларына бақшайлады. Алла осы оққан Құран сүрені пендердің қабірін нұрға бөліп жатқан ер жанатқа жария етіп қабір азабынан сақтап қиямет қаймақшарынан бұл пенденің алдын іспезіне бөліп Рахман, Рахим, Гафур көркем есімдерімен бұл пенденің бұл дүниеде біліп те білмей жатыр
Mesela kulaları olsa kezdе fazl gözler kapmışan sen şafaatına ve tutkunların akıttığı jayın cennete teger. Rabbim артына ерген біздердің ертесі келіп ниеттеріміз қабыл етіп жасап жатқан ізгі амалдарымыз құлшылық ibadattарымызды берген Құдай садақаларымызды қабылдап ел-жұртымызға тыныштық ағайындылық амандық отбасыларымызға береке бірлік бастарымызға бақ береке тартып халқының ауызбіршілігін болып әскерде береке ниеттесі тілек ниеттер қабылдаған бұл елді үкіметтің бөлінген құлдарын етеді. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الحسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الله أكبر.